Сәлем достар, бүгін бұл видеода мен сіздерге счеттардың қандай түрлері болады және де қандай счеттарға арест қойылмайды, яғни қандай счеттарға арест қоюға заңмен тыйым салынған. Счеттарға арест қойған кезде не істеуге болады, қайда бару керек деген сұрақтарға жауап беремін. Егер де қызық болса, ары қарай көреміз. Біздің Қазақстанда қандай счеттардың түрлері бар, соған тоқтала кетейін. Біріншіден, ол корреспондентский счет, транзитный счет. Бұл счетты банк сізге несие беретін кезде ғана ашады. Бұл счетты тек қана банк өзі ғана көреді, яғни сіздің несиеңіз сол счетқа түседі. Екіншіден, ағымдағы счет, текущий счет деп айтылады, көптеген адамдар оны қолданады. Бұл текущий счет барлығына көрінеді. Бұл счетқа кез келген тұлға сізге ақша жібере алады. Үшіншіден, жинақтаушы счет, яғни сберегательный счет. Бұл көбінесе банкке барып сіз депозит аштырғанда қолданылады. Бұл счетқа тек қана банк сіздің депозитіңіз бойынша вознаграждениені ғана жіберіп отырады. Төртіншіден, ол арнайы счет, яғни специальный счет деп айтамыз. Бұл счетқа ақшаны тек қана мемлекет немесе жұмыс беруші ғана жібере алады. Көп жағдайда счетқа арест банк, корректорлық компания немесе жеке сот орындаушысы, кейбір жағдайларда мемлекеттік органдар, налоговая дейміз, немесе әкімшілік құқық бұзушылықтан қарыз болғанда ғана арест қойылады. Счетқа кімнің арест қойғанын екі жағдаймен білуге болады. Біріншісі, ол Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі сайтында реестр должников деген бөлім бар, сол бөлімнен білуге болады. Немесе екінші жағдай, ол сіздің ЕГОВтағы жеке кабинетіңізден сіздің счеттарыңызға кімнің арест қойғанын көруге болады. Қандай счеттарға арест қоюға тыйым салынған? Соған тоқтала кетейік. Қазақстан Республикасының банк және банк қызметі заңының 51-ші бабына сәйкес мемлекеттік бюджеттен немесе мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдер. Яғни бұл жерге балаға арналған пособие немесе баланы босанған кездегі бір реттік төлемдер, зейнетақы, асыраушысынан айырылған туралы төлемдер, сондай-ақ студенттің стипендиясы, денсаулығына байланысты мүгедектік төлемдер, сондай-ақ көп балалы отбасыларға төленетін төлемдерді біз әлеуметтік төлемдерге жатқызамыз. Сондай-ақ жақында ғана төтенше жағдай кезінде төленетін әлеуметтік төлем, яғни 42.500 теңгені осы әлеуметтік төлемге жатқызамыз. Келесі арестке қойылмайтын счет, ол тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі счет, оларға да тыйым салынған арест қоюға. Сондай-ақ баланың оқуына жинап отырған ақша, яғни счеттар, сонымен қатар жалақыны да кіргізуге болады. Бірақ жалақыға қатысты айтып кететін жағдай, егер банк немесе коллекторлық компания сізді сотқа берген кезде соттың шешімі бойынша сіздің жалақыңыздың 50%-на жаңағыдай арест қойылу керек, сонда ғана сіздің жалақыңыздың 50%-ын ғана алып отырады. Осы жерде айта кететін нәрсе, көп оқырмандардан келетін сұрақ, мен 2-3 немесе одан да көп банкке қарызбын, олардың әрқайсысы менің 50% жалақымды алып отырама деп сұрап жатады. Бұл әрине қате пікір, себебі жаңағы сіз 2-3 банкке қарыз болған кезде сот оларға жаңағы сіздің жалақыңыздың тек қана 50%-ын ғана өндіріп береді. Яғни 2-3 банк сол 50% жалақыңызды өзара бөлісіп отырады. Енді осы счеттарды арестке қойған кезде не істеу керек, соған тоқтала кетейік. Біріншіден, жаңағы екі сайттан сіз счетты кімнің арестке қойғанын біліп алуыңыз қажет. Содан кейін ғана сол мекемеге немесе жеке сот орындаушысына арыз жазу керек. Сол счетті аресттен шығару жайлы және де сол счеттағы ақшаларды қайтару жайлы. Сосын 15 жұмыс күн жауабын күтесіз сол арыздың. Егер де аресттен счетті шығармай сізге ақшаны бермейтін болса,
онда міндетті түрде сотқа жүгінуге тура келеді. Осы жерде де өте көп оқырмандар маған жазып жатады комментарийге: Әйгерім ханым, сіз неге осы сотқа бару керек деп айта бересіз? Біз сотқа барғымыз келмейді, біз соттан қорқамыз, біздің ол жерде несиені төлемей отырмыз, сондықтан бізді соттап жіберу мүмкін деп жазып жатады. Ол әрине қате пікір. Шотқа заңсыз арест қою дегеніміз, ол сіздің конституциялық құқығыңызды бұзу дегеніміз. Біздің Қазақстан Республикасында әділдікті жүзеге асыратын орган сот болғандықтан, сол сотқа біз жүгінуге міндеттіміз. Яғни сіз өзіңіздің құқығыңызды қорғап, сол сотқа жүгінуіңіз керек. Сотта сізді ешкім соттап жібермейді. Себебі несие төлемегеніңізбен сіздің мынау шоттарды заңсыз арестқа қойғаны екеуі екі бөлек нәрсе. Оны екеуін бірге шатастыруға болмайды. Себебі сіздің шотқа заңсыз арестқа қойған жайлы сіз сотқа талап арызбен баратын болсаңыз, ешқандай сот сіздің не үшін несие төлемей жатқаныңызды, қанша сома несие алғаныңызды сұрап жатпайды. Себебі сотқа ол қызық емес. Бұл жерде сіз шотқа заңсыз арест қойылғаны жайлы талап арызбен жүгініп отырсыз. Егер де шотқа арестті заңсыз қойып отқанын сіз сотта дәлелдейтін болсаңыз, онда сот әрине сіздің пайдаңызға шешім шығарып береді. Ал мына жерде несие төлемегеніңіз жайлы келетін болсақ, бұл мәселе бөлек мәселе. Бұл жайлы жаңағы банк немесе коллекторлық компания жеке өзі несиені сізден өндіріп алу туралы талап арызбен сотқа жүгіну қажет. Бірақ көп жағдайда, егер сіз тұрақты жалақыңыз, өзіңіздің атыңызда көлік немесе үй болмайтын болса, банк немесе коллекторлық компания сотқа жүгінбейді. Неге? Себебі сіз несиенің өзін итақты төлемей отырсыз. Ал сотқа бару деген тағы да қосымша шығын деген сөз. Бұл жерде қосымша шығын деген кезде госпошлина немесе мынау заңгердің ақысын айтамыз. Сондықтан да көп жағдайда ешкім сізді сотқа бермейді. Тағы да айта кететін маңызды мәселе ол мынау несиеге қатысты жасалатын барлық іс-әрекеттер ол тек қана сізге ғана жасалатын іс-әрекеттер. Яғни бұл жерде бұл сіздің несиеңізге сіздің ата-анаңыздың пенсиясы, немесе жұбайыңыздың жалақысы, немесе балаларыңыздың пособиясының ешқандай да қатысы жоқ. Себебі банк бұл несиені тек қана сізге берді, сондықтан да бұл несиені тек қана сізден қайтарып алу керек. Яғни сіздің отбасыңыздың шоттарында миллиондаған ақша жатса да, өкінішке орай оның ешкімнің арестқа қойып шешіп алуға құқы жоқ. Сонымен қатар, осындай шоттар арестке түсіп қалмас үшін не істеу керек? Соған бір кеңес беріп кетейін. Сіз банкке барып, жаңағыдай специальный шот аштыруыңыз керек. Яғни әлеуметтік төлемдер түсетін білгеннен кейін банкке барып специальный шот аштыру керек. Яғни пенсия, жаңағы пособие, әлеуметтік төлемдер немесе жаңағыдай. Себебі бұндай спецшоттарға ешқандай банк арест қоя алмайды. Мысал үшін айтайын, сіз Народный банкке барып спецшот аштырдыңыз делік. Сол спецшоттарға ақша түсіп жатыр. Бір күні жаңағыдай Каспий банкте сіз просрочкаға түсіп қаласыз несиеңіз жайлы. Содан Каспий банк Народный банкқа ПТП, платежное требование поручения деген қағазды жібереді. Яғни мына кісінің сіздерде шоты бар ма деген сұраныс қағазы. Сол кезде Народный банк сіздің спецшотыңызды көріп, Каспий банкке бұл кісінің бізде ешқандай да шоты жоқ деп жауап жібереді.
Неге? Себебі Народный банк бұл спецсчетқа сіздің қай жақтан сумма түсіп тұрған өте жақсы көріп тұр базасынан. Сондықтан да бұл спецсчетқа ешкімнің арест қоюға құқы жоқ екенін өте жақсы біледі. Сондықтан да Народный банк бұл счетты жайлы ешкімге ешқандай ақпарат бермейді. Ол дегеніміз сіздің спецсчетыңызға ешкімде арест қоймайды деген сөз. Осымен сіздерге счет жайлы беретін бүгінге шағын ғана ақпаратым осы ғана. Егер де видео ұнаған болса, лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийде жазып кетіңіздер. Сондай-ақ осы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.